Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге рамен тамағын рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл тамақ өте дәмді, өте тойымды тамақтардың бірі. Негізінде рамен тамағының өте көп түрі жасалу, өте көп әдістері бар. Мен сіздерге ішіндегі ең оңай жолын, ең дәмді раменнің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бізге керекті лапша, менде Биг Бондікі 3 лапша и приправалары, сыр президентский сливочный, только осындай ғана болуы керек. Менде ет, сиыр еті қайнатылған, піскен, яғни тауықтың етін қоссаңыздар да болады, мүлдем ет қоспасаңыздар да болады. Ол қалауларыңызбен 3 жұмыртқа. 3 лапшаны 1 литр суға қайнататын боламыз. Су қайнамай тұрып, бірінші приправаларды, соустарды суға салып құйып аламыз. Приправалардың дәмі шығу үшін. Суымыз қайнады, қайнап тұрған суымызға лапшамызды салып, газын астын жай басып, крышкасын жауып, 1 минут қайнататын боламыз. 1 минуттан кейін қайтадан крышкамызды ашып, сырымызды саламыз. Сырымызды салғаннан кейін үстіне етімізді саламыз. Піскен етімізді салғаннан кейін барып, жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамызды жарып салғаннан кейін араластыруға болмайды. Бұл раменнің ерекшелігі, жұмыртқаларымыз бітеуде қайнау керек. Бітеуде қайнау үшін араластыруға болмайды. Крышкамызды жабамыз да 3 минут қайнатамыз. 3 минуттан кейін каструлямызды оттан алып, біздің раменіміз дайын деген сөз. Бұл раменді 4 адамдық порцияға бөліп жесе болады. Өте тойымды лапшаның бірі. Егер раменді аштылау қылып жегілеріңіз келетін болса, онда кішкене паприка қосып жіберсеңіздер болады. Или лапшаның аштысын алып, ашты дәмдеуіштерін қосып жесеңіздер болады. Оның бәрі өз қалауларыңызбен. Кореяда бұл раменді химчимен жегенді жақсы көреді. Химчимен жесеңіздер, ашты капуста тәбеттеріңізді ашып, лапшамен жесеңіздер өте дәмді болады. Міне қыздар, раменіміз дайын болды. Өте дәмді, бағана айтып кеткендей тойымды лапшалардың бірі. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Историяларымның бәрі өте қызықты өтеді. Неше түрлі кеңестермен бөлісіп отырамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Алима Жарқынбекқызы.